Сәлеметсіз ме, құрметті оқушылар мен ұстаздар. Менің аты-жөнім Жанар Экранқызы болады. Бұл мен жаңадан YouTube арнам қолдап келіп кетіңіздер. Біздің ауданда ұстаздар олимпиадасы өтті. Сол кезде бізге сол ұстаздар олимпиадасында алма бөлу есебі келген екен. Мен соның бір есебін шығарайын. Алма бөлу есебін. Ол бізде мына есеп. N оқушы К алманы өзара бөліскісі келді. Олар бөлісудің екі әдісін қарастырды. Бізде бірінші әдісі алмаларды барлығына барынша көп алма алатындай етіп бөліңіз, ал қалған алмаларды себетке салуға болады дейді. Яғни артылған алмаларды екіншісі барлық алмаларды кез келген екі оқушыға берілген алма саны бірден аспайтындай етіп бөліңіз деген. Бұл жағдайда басқаларға қарағанда алма аз алатындар ренжуі мүмкін дейді. Бұл жерде мен сізге былай түсіндірейін. Бізде N оқушы, бізде N 7 оқушы берілген. К бізде алма 30, яғни 30 алма берген бізде. Енді бізде 7 оқушы берген. 7 оқушы осылардың әрқайсысына 4 алмадан тиген. 4 алмадан тиген. N оқушы, яғни 7 оқушы 30 алманы бөлгенде 4 алмадан тиген. Яғни бізде 2 алма артық қалған. Яғни бір оқушы қалып кетеді. 2 алма. Міне осы 2 алма, осы 2 оқушы артып, мына жақта 5 оқушы алма алмай қалды. Яғни 5 оқушы ренжіді деген сөз. Бізде 2 оқушы бір алмадан алды. Бұл жерде 2 алма қалды да. Енді мен сіздерге осылай түсіндірейін. Бізде енді осының сіздерге Pythonда программасын құрып көрсетейін. Бұл бізде, яғни сіздерге түсінікті болу үшін бізде мына жерде бізде N оқушы делінген, N оқушы К алма. Тек біз математикалық модульді қолданамыз бұл жерде. Map тек int input яғни жақша жабылды split ашып жабамыз. Енді бізде А алманы тең болады К алмаға. Бұл жерде К бөлінген алмаға. Тек ары қарай Б тең К алманы N-ге тең N азайтылған Б. Тек бұл жерде тең N-ді көбейтеміз Б-ға. Егер бізде N 0-ден үлкен болатын болса, бізде B үлкен болатын болса 0-ден. Так, print. Осы жолдың жауабын шығарамыз. Print. Осы жерде бізде жауап A, B, С. B, С. Әне бұл жерде жақша жалмай қалып кетпеу керек. Оның өзі бір қате. Так. Else. Так. Else. Бізде if егер n-нен үлкен болса 0-ден үлкен болатын болса 0-ден үлкен болатын болса print жауап шығарамыз. Print
А, Б, С жауаптармен. Әйтпесе, жеңіз, егер бізде n нөлден үлкен болып, b-ға тең болатын болса, print бізде A, B, C, D. A, B және D. Осыны жауып көрейік. Мен сізге мына жерге түсіндіріп берсем де болады. Түсіндірмем жақшамен. Сіздерге түсінікті болу үшін әрине. Егер бізде 30 алманы бөлгенде 7-ге тең бізде 4. Яғни бұл бізде 30 алманы 7 оқушыға бөлгенде 4 бүтін алмадан тегін көрсетіп тұрмын. Және де бізде мына жерде 30 алманы қалдығын табатын, яғни жаңағы екі қалдықты табу үшін және мына жерде 30 алмадан жоқ, бізде n деген оқушы, яғни бұл жерде n-нен b-ны азайтамыз деген, яғни жаңағы 7 оқушыдан шыққан қалдық, яғни жаңағы қалдық 7-ден азайтамыз 2-ні. Тең болады бізде 5-ге. Осылай. Бізде сіздерге нақты түсінікті болу үшін жазып жатырмын. Русский. Егер n-іміз нөлден кіші болатын болса, егер n-іміз нөлден кіші болатын болса, онда енді бізде осылай есеп болады. Осыны жауабын алайық. Яғни мына жерде түсіндіріп кетейін. Сіздерге түсінікті болу үшін түсіндірмені жақшамен істедім. 30-ды 7-ге бөлгенде 4 бүтін, яғни 7 оқушы 4 бүтін алмадан алды. Яғни 2 қалды. 7 оқушының 2 оқушысы, яғни тағы да 1 бүтін алмадан алды. 5 оқушы ренжіп қалды. Егер n-іміз нөлден кіші болатын болса, онда абысыны табамыз. Бізде абысы болса. Егер бізде n нөлден үлкен болатын болса және b-ға тең болатын болса, нәтиже абысы d-ны шығарады. Так, жауабын көрейік. Окей. Так, бізде 7 оқушы 30 алмады. Міне бізде 4 бүтін алма, яғни 7 оқушы 4 бүтін алмадан алды, 2 қалдық алма және 5 ренжіген оқушы. Ол дұрыс шықты. Яғни бізде екінші жауабы, бізде қалдық шықпайтын болса, егер 5 алма 15. Егер 15 алманы 5 оқушыға бөлетін болса, қалдықсыз 3 бүтін алмадан алды. Бұл жерде ешкімді ренжімейді де, қалдық алма қалмайды да. Осымен менің сабағым аяқталды. Егер ұнаса, пікір қалдырып кетіңіздер, маған қолдау көрсетіп, лайк басып кетсеңіздер болады.